Сәлем достар, бүгін сіздермен қарбызды қалай таңдау құпиясының барлығымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қарбызды пышақпен кеспесе де өзі тырсылдап шығарылып жатыр. Бұл өте жоғары сапалы қарбыз деген сөз. Қарбыздың піскен-піспегенін сыртынан қарап та білуге болады. Фотода көріп тұрғандарыңыздай, қарбыздың жолақтары ашық жасыл мен ақ аралас болып, жуан болып келсе, және де қарбыздың өзінің түсі де ашық жасыл болып көзге көрініп тұрса, ол нағыз сапалы қарбыз болып саналады. Ал дұрыс піспеген, бұзылған қарбыз мына көріп тұрған фотодағыдай жолақтары қара түс пен жасыл түс аралас болып келсе, және қолға ұстаған кезде сусылдап қолда тұрмайтын болса, онда ол қарбыз бұзылған немесе піспеген болып есептеледі. Және де қарбыздың сабағынан да біле аламыз, піскен қарбыздың сабағы оңай жұлынады, ал піспеген қарбыздың сабағын жұлу мүмкін емес. Және де қарбызды аларда айналдыра бір қарап шығу қажет. Барлық жеріне мән беру қажет. Ұрылған, соғылған жерлері жоқ екенін тексеру қажет. Мына фотода көріп тұрғандарыңыздай, бір жағы қисық қарбызды алуға кеңес бермеймін. Өйткені қисық жағы ұрылған болып, іші кескен кезде босаған болып шығуы әбден мүмкін. Қарбыздың сабағына мән беруді де ұмытпаймыз. Егер қарбыздың сабағы жасыл түстес болса, ол онда жақында үзілген, яғни балғын деген сөз. Ал егерде қураған, сарғайған болса, онда ол қарбыз уже ескірген деген сөз. Көп суарылған қарбыздың дәмі де су татып дәмсіз болып тұрады. Ол мына фотода көріп тұрғандарыңыздай бір жақ беті үлкен ақ дақ болып тұрады. Ол дақ ылғал жерде көп жатқаннан пайда болады. Сондықтан үлкен ақ дағы бар қарбыздардан сақ болыңыздар. Және де ең маңыздысы, фотода көрсетіліп тұрғандай осындай сарғайған қарбыздардан абай болыңыздар. Өйткені олардың іші босаған, бұзылып кеткен болуы мүмкін, уланып қалуларыңыз әбден мүмкін. Кейбіреулер қарбызды аларда бір шетін кестіріп, жеп көріп жатып алады. Ол дұрыс деп айта алмаймын. Өйткені саудагерлер қай жерін кесіп беретінін білетінін, жақсы жағын кесіп, жаман жағын жасырып қалатынын ұмытпаған жөн. Өйткені қарбыздың ортаңғы жағы қып-қызыл болып, дәмді болып, оңайлықпен бұзылмайды. Сондықтан саудагерлер пышақты қарбыздың ең жақсы жағынан терең батырып салып, сізге дәл ортасынан алып шығып, дәмін татқызады. Ал құрметті достар, мен сіздерге қарбыздың барлық құпияларын айтып шықтым. Қарбыз аларда осы менің айтқан барлық кеңестерім естеріңізде болсын. Дәмді балғын қарбызбен көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны аса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеолар шығатын болады. Сондықтан дәл қазір каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.